қандай денесі ірі кішілігіне қарамайды. Расында тек қана тақуалығына ғана қарайды. Яғни тақуалығы дегені Алла Тағаланың тыйылғанынан тыйылып, әмірін бұйырған әмірін бұлжытпай орындауда, Алла Тағаланың ашуына орындауда. Осы ең маңыздысы. Яғни тарихында ең қаратын амалдардың бірі осы тақуалығымызда. Біреудің қандай бір ұлттан шығуы, қандай бір өзінің текті бір ұрпақ болуы, немесе қандай бір дәрежеде болуы, ешқандай бір қиямет күні арасында ешқандай бір салмағы жоқ. Тек қана керісінше жауапкершілігі көп болу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің мүбәрак хадисінде былай деп келтіреді: Я айюхан нас, ала инна раббакум вахид, ва инна абаакум вахид. ألا ولا فضل للعربي على الأعجمي ولا لعجمي على العربي ولا للأحمر على الأسود ولا الأسود على الأحمر إلا بالتقوى. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисін тікелей аударып болса, ол адамдар естерінде болсын, Алла Тағала Раббыларын сендер біреу, арқалары бір, ешбір араб емес деп, араб емес арабтан, ақтың қарадан, қараның ақтан, діндарлығынан басқа ешқандай артықшылық жоқ. Қайтып түсіндіріп айтайын. Яғни ешкімнің басқа бір адамнан абзалдығы жоқ, тек қана тақуалығы, тек қана Алланың алдындағы өзін Алланың қандай дәрежеге қоюы, дінді ұстануы ғана маңызды деген сөз. Исламның бүкіл адамзатқа түсірілген дін екендігін біз былай түсіндіріп бере аламыз. Біріншісі, Алла Тағала әлемдердің Раббысы. Алла Тағала әлемдердің Раббысы, яғни күллі тіршілік атауы. Раббысы Алла Тағала ол тек қана яғни белгілі бір ұлт, белгілі бір адам, белгілі бір адамдардың бір тобыры емес, күллі адамзат. Әлем Алла Тағаланың сізбенен біз, менен сен бауырмыз, баршасы Аллаға тиесілі. Алла Тағала тек қана Алла Тағала осы себептен де қасиетті Құран Фатиха сүресінің ең алғашқы аятында сізбенен біз не дейміз? Альхамдулиллахи раббил алямин. Әлемдердің Раббысы Аллаға сансыз мақтаулармен, барлық мақтау, шүкіршіліктер Аллаға әрбір намазда, әрбір тіпті дұға жасаған кезде, тіпті намаз оқымай, енді бақтай жүрген әрқайсымыз осы Фатиха сүресін білеміз. Фатиха сүресінің абзалдығы, Фатиха сүресінің дәрежесі жайлы хадистерге қазір тоқтала кетеді. Яғни сол сүренің өзінде көп бауырларымыз, ағайын туыстарымыздың іштерінде де болып жатады осы сөзді айтып жатыр. Альхамдулиллахи раббил алямин. Әлемдердің Раббысы Алла. Міне сол Алла Тағалаға әр бес уақыт намаздың әрбір рәкағатында ол сөздерді мұсылман адам қайталап отырғанбыз. Фатиха сүресі Аллаға мақтау, мадақ айтумен басталды. Кейін бұл тағы сол дәл солай Фатиха сияқты Алла Тағала мақтау, мадақтаумен айтылатын 5 сүре бар. Соның бірі болып келеді. Фатиха, Ан'ам, Саба, Фатыр сүрелердің барлықтары басталған кезде Альхамду, яғни Алла Тағала мақтау, мадақтаумен басталады. Демек, бүкіл құлшылық, бүкіл мақтау Аллаға ғана арналады. Себебі ол барлық тіршіліктің жаратушысы, әлемдердің Раббысы. Абу Саид аль-Худри, оған Алла разы болсын, былай дейді: бірде мен мешітте намаз оқып отырғанымда мені арада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шақырып, сен мешіттен шықпастан бұрын мен саған бір сүрені үйретемін. Ол Құрандағы ең ұлы сүре болып саналады. Сөйтіп шыға бергенде арада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айта кетті: Альхамдулиллахи раббил алямин, яссабул матани ва Құр'анул азим аллази утитуху. Альхамдулиллахи раббил алямин. Мақтау әлемдердің Раббысы Аллаға деп басталатын сүре, яғни Фатиха сүресі. Бұл маған берілген
деген әс-сәм уәл мәсәни, қайталанатын жетеу, және әл-Құр'ан азим, ұлы Құран деді. Яғни Фатиха сүресі бастаушы, ашушы, және де бұл 7 аятты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ең Құрандағы ең асыл деп айта кеткен. Ендеше әлі мұсылман осы Фатиха сүресін оқыған кезде оның арасында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткен құдси хадис. Құдси хадис, яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям арқылы Құран айырмашылығы Алла Тағала атынан айтылатын хадис. Құдси хадисте Алла Тағала былай дейді: құлым намазда өзім менен құлым арасында екіге бөлдім. Яғни намазды Алла Тағала намазды құлым менен арасында екіге бөлген. Жартысы маған, жартысы құлыма, әрі құлыма сұрағанға тиесілі. Егер де ол барлық бақылау әлемінде Раббысы Аллаға тән десе, Алла Тағала жауап қайтарады. Құлым маған мадақ айтты, мені мақтады деп айтты. Құлым маған егер де құлым аса қамқор, ерекше мейірімді десе, Алла Тағала құлым маған шүкіршілік айтты, алғыс айтты дейді. Егер де ол киімін күлкінің иесі десе, құлым мені ұлықтады деп алмады ғой. Егер де құлым саған ғана құлшылық етіп, сенен ғана жәрдем тілеймін десе, Алла Тағала ол мен құлымның арасындағы нәрсені әрі құлыма сұрағанға тиесілі, мен оған сұрағанын беремін деп жауап береді Алла. Келесінде егер де құл бізді тура жолына бастай гөр, нығметке бөлеген құлдарыңды жолына баста, адасқандар мен ашуға ұшыраған жолдан сақта десе, Алла ол құлдікі әрі құлыма сұрағанға тиесілі деп имам Муслимнен жеткен хадисте, осы құдси хадисте Алла Тағала осылай айтты. Ол хадисті мен толықтай жаңа оқып беріп айтып отырмын. Құрметті ағайын, яғни тіпті Фатиха сүресінің намазда әрбір аятында Алла Тағала сізбенен келесі жауап қайтты. Мен жаңа тура мәдие оқып отырмын. Ойлана білсін, сіз әлхамдулиллахи раббил алемин дегенде ойланышы. Сен бір адаммен тілдесің, адаммен деп сенің айтқан әрбір сөзіне керемет, тамаша, жарайсың деп айтып тұрса, қалай көңілденесіз? Ал енді әлемдер Раббысы Алла субхана ва тағала сіздердің біздің оқыған әрбір сөзімізде, яғни білесіздер ғой, Алла Тағала тілдескің келсе, намаз оқы. Ал Алла Тағала сенімен тілдескен болса, Құран оқы. Міне сол Алла Тағаланың тілдесіп жатқан кезінде әрбірінде Алла Тағала саған жауап қайтуда. Сізбенен біз кейбір кезде дүние тіршілігіменен батып жатқан кезде тез-тез оқып жатырмыз. Мән бермей жатамыз. Әрбір аятында Алла Тағаланың саған деген мейірімі, Алла Тағаланың құлығы, яғни өзінен басқа да бізден де хайырлы болған жамағатпен, яғни өзінің періштелерімен сені мақтап. Не үшін? Ол Фатиха сүресі айтқан үшін. Дейді бұл сөздің бірінші дәлел. Алла Тағала күллі әлемдердің Раббысы. Біз оны күнде қайтарамыз. Басқа бір ұрпаққа, қандай да бір адамға, қандай да бір нәсілге тиесілі емес. Ислам діні ол Алла Тағаланы мақтауға арналған. Ислам діні адам баласын бақытты қылу үшін келген, күллі адамдарға жіберілген. Екінші, қасиетті Құран ол күллі адамзатқа жіберілген. Яғни тілімізде қасиетті кітаптар бар. Забур, Тәуба, Інжіл және Құран. Әрбір осы алдымен осыған дейін болған қауымдар белгілі бір кітапты өзіне ғана тиесілі деп айтып жүрген христиандар осы деп белгілі ұрпаққа, Тәубатта, Забур болсын, тек қана өздеріне ғана тиесілі деп ғана көрсетулер бар айтып отыр. Бірақ Құран Кәрім күллі адам үшін, күллі адамзат үшін. Қасиетті Құран Кәрімнің Юнус сүресінде Алла Тағала وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Осы Құран Алладан өзгедікі деп жала жабысуға болмайды. Ол алдындағыны растап, кітапты ашық баян етеді. Әлемдердің Раббысы Алла Тағала тарапынан екендігі ешқандай да күмән жоқ. Бұл аят, ол
кеткеніміз алла тәңірде айтып жатыр. Құранды, яғни осында белгілі бір алладан басқа деді, яғни белгілі бір құра, белгілі бір адам өзіне ғана тиесілі деп айтуына дұрыс емес. Алла Құранында бұл Құран күллі адамзат үшін жіберілген осы аятта астарлап сізбен бізге ақыл иелеріне айтып жатыр. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа пайғамбарлар сияқты белгілі бір қауым бар. Немесе белгілі бір адамзатта емес. Күллі адамдар үшін, күллі адам балаларына келіп жеткен пайғамбар. Оның есінде біз былай деп айта кетеміз. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла елшісінен біреуіне бір сахаба келіп, Алланың елшісі, Алла тағаладан мүшриктерді лағнет етуін тілеңізші dedi. Сахаба қатты қиналды. Мүшриктердің сол кезде мұсылмандар істеп жатқан қиыншылығы қиналғандығынан пайғамбарымызға я Расулаллах, Алла жазасы келсінші болады деп тілейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям расында мен лағнет ету үшін емес, мейірімділік ету үшін жіберілдім деген. Өйткені пайғамбар бұл сөздердің ісіменен талай мәртебелерді келеді. Яғни адам баласының қандай бір адамды жоқ болу үшін емес, қандай бір адамды үстем болу үшін емес, күллі адамға рахмет мейірім тілеу үшін. Сіздер білесіздер, сирада расында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қатты Таиф еліне барған кезде қатты қиналады. Ол жердегі адамдар пайғамбар қуышы таспен шөкелеп қаласына. Сол кезде Жибрил алейхиссалам келіп, я Алланың елшісі, егер де сен айтсаң, мен тау періштесіне қазір әмір беремін. Яғни сол тауды көтеріп, сол адамдардың тауды түсіп беретін жазады беремін. Егер де сен қаласаң, қазір айт. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жоқ, мен олардың халықтарынан Аллаға ешқандай бір отақ қоспайды, құлшылық ететін сөзін тоқтатып үстеген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не айтып жатыр? Бұл жерде мейірім тұрған болса, екіншіден белгілі бір ғана үкіметке, белгілі бір ғана қауымға емес, күллі адамзатқа жіберілгенін түсіндіруде. Пайғамбарымыз жоқ, мен одан кейін ұрпақтарымды тілеймін. Яғни күллі адамзаттың мейірімді болып, күллі адамзаттың Алланың мейіріміне, рахметіне бөлінуін тілеймін деген мағынаны білдіреді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күллі адамзатқа мейірім болып, рахмет болып жіберілген. Расында келесі әлемнің ислам дінінен күллі адамзатқа жіберілген тағы бір үлкен жүйесі ол тағва. Тағва ол күллі әлемнің құласы. Бір адамды тағва деген тек қана арабтардікі немесе ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін ғана осы қасиетке ие болды деп айтатын болса, үлкен бір қателік. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде тағваның Құран кәрімде ең ежелгі, яғни Бәйтул Атиқ, Бәйтул Харам, қасиетті үй, алғашқы үй деген мағынаны есімде берген. Оны Алла тағала Құран кәрімде Алиман сөзінде былай айтады. Астағфиру биллах, инна әувәл бәйтин вуdi'a лин-нәси лиллазī бибакката мубарака ва худан лил-ālamīn. Ва худан лил-ālamīn, яғни негізінен адам баласы үшін Меккеде алғаш құрылған үй Каба, бүкіл әлемге мүбәрак және тура жол деп Алла тағала айтады. Яғни ең алғаш құрылған үй. Яғни ол адамдар болмай жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жерге келмей жатыр. Кабаның мейірімін текерген бүкіл әлемге мүбәрак және тура жол деп Алла тағала Құран кәрімде айтып баяндады. Қазіргі шамағат ислам діні бүкіл адамзатқа қияметке дейін жіберілген. Ол тек арабтардың немесе белгілі бір ұлтқа тиесілі емес. Сондықтан да хакім Абай ағамыз өзінің сөздерінде махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланың жәннатты, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол осы деп әділет деп
осы жерде діннің барша адамзатқа құрметпен қарауына, ешкімді ұлтынан болған кемсітпеуге және де Алла Тағалаға толықтай бойсұнуға шақырады. Алла Тағала Құран кәрімнің сүресінде يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم فسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وإيمان keltirganlar bir elni tark qilmasdi. Balkim ular o'zlaridan yaxshi chiqar. Sonraya ayetlerinde kendimiz demesin. Belki onlar özlerinde çalışmışlar. Bir-birinde önlemeydi. Şamana takısmanlar. İman getirgenden keyin sütki art neydi şaman? Alkım tövbe kılmasına mene solar salınlar deb Allah'dan Kur'an-ı Kerim'de adamda başka bir adamda kendisi tuğdu. Özün başka bir ürün joğarı satağı. Yani özün başka bir ürün olutağının qanday şaman ekenligi. Tіпті аттарын ürünü gidilmece azat bulun qanday şaman iş ekendigi Alloh Taolo o'zi Qur'oni Karimda kalima Hujurat surasida bayonlagan. Tarixda İslam dini şerbetinde kengen taralуы бұл мұсылмандардың басқалардың жақсы қарым-қатынас жасауында болған еді. Яғни мұсылмандардың жақсы қарым-қатынас жасап, көркем естілігі асықпай сөйлеуі, әзгі ісінде сақтық сақтауы, бұның барлығы осы мұсылман адамның мұсылманның көбеюіне негізгі себеп береді. Ешқандай адам ашу озғанмен емес, қатты көркемдестікпен, өлім жармаумен емес, керісінше барлығын ортақ болып, қарапайымдылық сақтауменен ислам діні етек-жайған болады. İnşallah Allah Taala bizlerimizi özümüzün sağlığımızı saklar. Dərsimizdə hürmetlegen ұрпақтардан olacağız. Hasreti Şubat ve dua tileklerimizi kabul et ki ve da'vana